сұлулық, бірегейлік пен тартымдылық. Өмірімнің 1/3 бұл сөздің мағынасын түсінбей өтіппін. Біздің үйде сөздің тоқ етері бірден айтылатын. Мынау секпілбет, анау қортық, мынаның аяғы қысқа, анау ат жақты. Мұны шындық дейтін. Менде белгілі бір уақытқа дейін сол шындыққа сеніп өстім. Мұндай өлшеммен сұлу адамды табу қиын екені рас. Тіпті теледидардан да таппайсың. 15 жасымда бір балаға ғашық болдым. Соған дейін мән бермеппін. Оған дейін сығыр көз, қара шашы жігіттерді ұнататынмын. Ал мынаның шашы жирен, көзі көккүмбек. Әзер дегенде оның паспортқа түскен суретін қолға түсірдім. Қыздарға көрсетіп, әдемі ме деп сұрайтынмын. Оның қандай екенін білмей қиналатынмын. Білетінім тек бір нәрсе. Ол күлгенде есімнен танатынмын. Бірде жағажайда бір ана менің көркемім, ғажабым деп жатқанын естіп қалдым. Арбадан баласын қолына алып жатыр екен. Дереу баласына қарадым. Жүрегім тоқтап қалғандай. Қалқан құлақ, сепкілбет, абарық бөбек. Агушаның жарнамасындағы балаларға мүлде ұқсамайды. Бірақ анасы оған керемет елжірей қарағаны сонша менің де аузым ашылып қарап қалыппын. 20 жасымда көшеде марғау тауып алдым. 2 айда өсіп кетті. Тартылып, ұзын сарыға айналды. Жасөспірімдер секілді сүйкімсіздеу бола бастады. Мысығымның суретін көрген немерелі сағам, мысығың қандай қорқынышты еді деді. Қорқынышты? Қызық екен деп ойладым сол кезде. Көккүмбек көзін, мамықтай тұмсығын, кеуде тұсының неткен ерекше аппағын көрмегені ме? Мысығым әдемі еді. Соған сенімім зор болатын. Ағам мысықтарды онша жақсы көрмейтін. 9 сыныпта Светкамен бірге оқыдым. Ол кезде кішкентай қыздан бойжеткенге айналып жатқан кезіміз. Светка құдды осынау перформанстың ту сыртында қап кеткенде еді. Ұзын тұра, арық, ұзын қолдары денесіне тағып қойған 2 қамшы сияқты. Ебедейсіз еді. Шаш ұзын, әрі сирек еді. Артына бос сақсай салатын. Светка мультфильмнің кейіпкеріне ұқсайтын. Бет сепкілдеу, құлағы қалқиып тұратын. Бірде үлкен үзілісте қыздармен жылтырақ талап жайында сөйлесіп тұрсақ, Светка портфелін ашты да, ашылып жабылатын айнасын ашып, үңілді. Неткен сұлулық десеңші, деді. Біздер таңғалып қарадық. Сөзі нанымды шығу үшін иегін көтеріп, сұқ-сұқсағымен оң қабағын жүргізіп өтті. Оның не істеп жатқанын ешкім түсінген жоқ. Алайда Светка бұл тәсілді жиі қолданатын болып алды. Басында күліп жүрдік. Сосын бас істемейді деп, сұқ-сұқсағымызды басымызға тағап, айналдыратынбыз. Сосын үйреніп кеттік. Біраздан соң ол ортамызда ақ қарға болып көрінбейтін болды. Сепкіліне қарамастан мұрны сүйкімдеді. Қасы ақшулан болғанымен қою, сызып қойғандай әдемі болатын. Ұзын қолы сүйріктей саусақпен бітетін. Пианистер оның саусағына қызығар еді. Сұлулық, үйлесімділіктен де күрделі мағына болса керек. Идеал, пропорция. Бұл бар болғаны симметрия ғана. Сұлулық деген бірегей болу, тартымды болу. Жылдар өте келе сұлулық деген субъективті пікір екенін түсіндім. Көбіне адамды сұлу емес деп айтсақ, ендеше оның түр әлпеті өзіміз ойлап алған өлшемге сай еместігін ғана білдіреді. Инстаграмда көп қыздар жігітінің суретін сап, неткен сұлу, немесе Джордж Клунидан аумайды я деп сұрап жатады. Қараймын да ойлаймын, егер ұқсаса тек оң қолының сұқ-сұқсағы ғана ұқсар еді деп. Алайда сол жігіттің қызы үшін ол әрине сымбатты сері боп саналады. Ол қыз оған басқа көзбен қарайды, ғашық көзбен, дұрыс көзбен. Сондықтан басқалардың ерінбей, объективті түрде алсақ, ол түк сұлу емес деп жазатынын түсінбеймін. Не ол объективті деген? Мен үшін бұның бір ғана түсініктемесі бар. Ол адамға махаббатсыз қарау. Егер сұлулық жайлы стандарттар
Егер сұлулық жайлы стандарттар мен қатып қалған қағиданы шетке ысырсақ, ғажайып басталады. Әр адам сүйкімді көріне бастайды. Бірінің күлкісі сыңғырлаған, екінші бірінің жүрісі киіктей, көз ала алмай қарайсың. Ал үшіншінің көзқарасы тұнық, төртіншіге қарасаң, көңілің тоқ, бесінші жақсы көрсең, ол адамның тісі шығыңқы, аяғы сәл қисық болса да байқалмайды. Егер үйлесім, спорт, сән, косметология дейтін дүниелерден тұратын болса, кез келген адам сұлу бола алады. Бастысы, саған ғашық көзбен қараса болды. Сол жеткілікті.